Қайырлы күн достар, бүгін қысқа дайындық жасап, қияр жабатын боламыз. Анам үйреткен қияр тұздау әдісімен бүгін сіздермен де бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен қиярларымызды дайындап аламыз. Ол үшін салқын суға қиярларымызды ысқылап, әдемілеп, 2-3 қайтара жуып аламыз. Екі басын кесіп, салқын суға 5-6 сағатқа салып қоямыз. 5-6 сағат тұрған қиярларымызды жуып аламыз, әдемілеп. Және керек заттарымызды осылай дайындаймыз. Хренді, мен осындай зонтик укроп салдым. Укробымызды, болгарский, чеснок, ащы бұрыш, түйір бұрыш барлығын жуып, дайындап, лавровый лист барлығын дайындап аламыз. Банкілерімізді ас содасымен іші сыртын жақсылап жуып, 10-15 минутқа булап, қақпағын бірге қайнатып аламыз. Жуылған, буланған банкілерімізге керек заттарымызды осылай рет-ретімен саламыз. Қиярымыздың астына барлық керек заттарымызды салып жібереміз. Хренді, укропты, болгарскийді, осындай 5-6 зубчик чеснокты, лавр жапырағын саламыз. Мен 2 литрлік банкіге дайындап жатырмын. Егер сіздер 1 литрлік банкіге дайындайтын болсаңыздар, осы заттардың жартысын саласыздар. Кішкене ащы бұрыш салып жіберемін, және молдау қылып түйір қара бұрыш саламыз. Барлық заттарын салып болғаннан кейін үстіне әдемілеп қиярларымызды орналастыратын боламыз. Осылай нығыздап банкімізге толтырып, қиярларымызды салып қоямыз. Барлық банкімізді осындай реттілікпен жинақтап шығамыз. Астына бүктеп, хренді, укроптарын барлығын бүктеп салып жібереміз. Барлық заттары түгел салынып, кейбір заттары ұмытылып кетпешсін, барлық заттарын жуып, тазалап, алдын ала барлығын дайындап, банкіміздің қасына әкеп аламыз. Барлық банкімізді осылай реттілікпен жинап шыққаннан кейін үстіне сақырлап қайнап тұрған суымызды құямыз. Толтырып, барлық қияр бататындай қылып, барлық банкіге ыстық суымызды құйып, қақпағын жауып, 30-40 минутқа қалдырамыз. 30-40 минут тұрған суымызды төгіп тастаймыз. Және екінші қайтара дәл осындай қып қайнап тұрған ыстық су құямыз. Мен 2 қайтара құйып, 2 рет төгіп, үшіншісінде барып басамын. Сол кезде қиярлар қытырлақ әдем болып шығады. Осылай 2 қайтара су құйып, бір 20 минутқа қалдырып, қақпағын жауып, 20 минуттан кейін төгіп тастаймыз. Екінші қайтара суын төккеннен кейін үстіне тұзын салатын боламыз. 2 литрлік банкіге 2 ас қасықты толтырып тұз саласыздар. Өте қатты үйіліп тұрмау керек. Толтырып, орташа көлемде 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант саласыздар. Егер 1 литрлік банкіге дайындасаңыздар, осының жартысын қосасыздар. Қантты да қатты үйіп, толтырып салмау керек. 1 ас қасық қант салып шығамыз. Егер бұл қолдан өсірілген, дәрсіз өсірілген қияр болса, аспирин қоспасаңыздар да болады. Егер дәрімен піскен теплицаның қияры болса, атылып кету қауіптілігі жоғары. Сондықтан мен 2 литрлік банкіге 2 аспириннен салып шықтым. Және де 70%-тік 1 шай қасық, кішкентай қасық, яғни 1 шай қасық уксустан құйып шықтым. Егер проценті 70%-тен аз болса, уксус, онда жақсы болады. Ол кезде қорқпай 1 қасықтан қоса берсеңіздер болады. 1 шай қасық толтырмай уксус құйып шықтым, және толтырып үстіне қайнап тұрған суымызды құямыз. Жылда осы әдіспен басамын, ешқандай атылмайды. Қиярлар қытырлақ әдем болып тұрады. Сіздер де осы әдіспен пайдаланып басып көріңіздер. Және қияр басқанда сіздер қандай әдіс пайдаланасыздар, комментарийге жазып, өз әдістеріңізбен бөлісіп отырсаңыздар болады. Барлық банкіге толтырып, қияр бататындай қылып, сақырлап қайнап тұрған суымызды құйып аламыз. Және банкілерімізді біртіндеп закрывашкамен басып шығамыз. Мен осындай закрывашка пайдаланамын. Осы закрывашкамен әдемілеп, ауа қалдырмайтындай қып, бір реттілікпен әдемілеп басып шығамыз. Закрывашкамен басып болғаннан кейін міндетті түрде қараймыз, банкіміз дұрыс жабылды ма, ауа кіріп тұрған жер жоқ па, осылай әдемілеп басып аламыз.
Қиярларымыз осылай ешқандай мутниланбайды, осындай прозрачный болып тұрады. Дәл осы әдіспен сіздер де басып көріңіздер, ешқандай атылмайды. Видеоны соңына дейін көріп, ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.